Ашық алқапқа деп өсіріп жатқан қызанақ көшеттеріміз ақырындап өсіп жатыр. Аллаға шүкір, жағдайлары жақсы, жаман емес. Бойлары да жақсы. Енді температураны кішкене түсіріп ұстап отырмыз, себебі ыстықты көбірек беріп қойсам, бұлар қатты өсіп кететін болады. Ал бізге ондай бой өскен көшет керек емес, сондықтан өзіне қажетті температураны тірі дәрмегін беріп қадағалап ұстап отырмыз. Мінекей астың жағын бәрі осындай көшеттер. Енді бойын көрейік. Мынау кеуірттің бойын білесіздер, 5 сантиметр. Қазір көрейік өлшеп жобасын. Мінекей бойы 4-5 сантиметрдің шамасында өсіп жатыр. Бұл жақсы бойы, өзінің жасына сай, және сабақтарда жаймен ақырындап жоғындап келе жатыр. Алла қаласа, енді бұл көшеттерді осы айдың ортасына дейін ұстап отырамыз үйде, сосын барып көшетханаға ауыстыратын боламыз. Үлкендеу қалталарға немесе кассеталарға. Енді сұрап жатады менен, неге бірденен үлкендеу ыдысқа қондырылмады, бұл екі жұмыс қылмай деп, білмейтіндер. Жалпы бұны үлкендеу ыдыста үйде өсіретін болсақ, бұл үй бір бөлмеге сыймай қалады бұндай көшет. Сондықтан біз осындай шағын кассеталарда, майда тесігі бар кассеталарда өсіріп аламыз шағын жерде, сосын барып сыртқа үлкендеу ыдысқа қондыратын боламыз. Ал енді көшетханаға кететін светтің расходын есептейтін болсақ, светі бар немесе газ болсын, көмір болсын жағатын болсақ, жүптер ақша кетіп қалады бір ай, 2 айға. Сондықтан үйде кішкене экономичный варианттармен өстіп өсіріп алып жатырмыз. Бұл енді бұл жерде жүптер көшет бар. Бұл азғантай болып көрінгенмен, Құдай қаласа, наурыз айының соңына дейін өсіріп, сосын бір полияға егетін боламыз. Алла істеп жатқан кәсібімізге, диқаншылығымызға береке берсін.